Бір жолаушы адам арып шөл далада діңке суырып келе жатады. Жолай қақтың суын көреді, бірақ шыдап оған жуымайды. Сөйтіп ілбіп алға қарай жүре береді. Көп жүрді ме, аз жүрді ме, бір керуенге жолығады. Бұл керуеннің иесі байлыққа белшесінен батқан бір бай болатын. Ол да осы керуенмен бірге еді. Шығарға жаны қалған жанды көріп тұрса да, ешқайсысы оған сусын ұсынбайды. Себебі бәрі байдың қас-қабағына қарап қалған. Жолаушы да сыр бермейді, төзімділік танытып тұра береді. Бай оны-мұны жолда не көргенін, қайда бағыт алғанын сұрайды. Жолаушы әліне жеткенше бәріне жауап қатады. Ол да алдында тұрған байдың кім екенін сөзінен танып, оның алдында әлсіздік танытпауға тырысады. Өзің жаяу келесің, тым ұзақ жол жүргенің көрініп тұр. Бұлай шөлғысқан жоқ па? Қарның аш емес пе? Мұсылман баласы шыдамды дейтін еді. Сен кәміл мұсылман болармысың деп мысқылдайды. Болсақ болармыз. Астыңдағы нар сияқты біз де шөлге шыдас береміз. Шөл десем Құдайым су берер, қарным ашса тамақтандырар. Оның несін сұрайсыз? Сізге күнім түсіп тұрмағаны белгілі дейді. Бай одан зайынсызданып, жарайды ендеше, мен саған құмыра толы су мен бір қоржын азық бергізгелі отырғам. Ендеше өзің біл, сол Құдайың көмектесер. Біз кеттік деп керуенді қозғайды. Жалғыз жолаушы жапан түзде қала береді. Оның алдында елсіз ен шөл дала жатыр. Алға басқан аяғы кейін тартып жүре алмайды. Жаны қыстықты, көзінен жас шықпай аңырады. Ерніге берсіп, таңдайы жабысып, құр ауа жұтып, әбден әлі құрып қалған. Кенет керуен кеткен жақтан бір нар түйе шауып келеді екен. Үстінде адамы көрінбейді. Нар жолаушыға жетіп алдына шөге кетті. Қоржын толы тамақпен құмыра құйылған сусында қол созымда. Жолаушы құмыраны алып шөлін басты. Сосын түйені айналып шықты. Таныды, нақ сол керуен басының әлгі байдың өз түйесі екен. Жолаушы түйеге мініп керуен кеткен жаққа жүреді. Жете алмады. Сосын кері бұрылып, өзінің бағытына бет түсейді. Кейін арада біраз уақыт өткен соң елден естіді. Әлгі байды түйесі тулап аударып кетіпті де айдалаға шаба жөнеліпті. Жұрт оны құтырғанға жорытты. Өзі күшті, жүрдек түйенің артынан ешқайсысы қумаған. Бай бір түйеге қарап қалмағаны сірә белгілі. Оған құтырған мал тіптен де керек емес. Өзінің аман қалғанына дән риза. Құмасып белден көрінбей кеткен түйе жарықтық айналып отырып жолаушыға келген ғой. Ол жағын ешкім білмейді. Жолаушының асыраушысы бар деген осы да. Мұңайдар Балмолда.